орындауға шақыру, бәріне түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Бірақ дегенмен олар да түбінде бұл мәселені түсініп, мойындайды деп ойлаймын. Облыс әкімінің өңір тарихындағы орны зор. Сондықтан болашақ ұрпақ таптамас үшін облыс әкімінің өз алдындағы жауапкершілігі одан да ауыр деп түсінеміз. Шынын айтқанда өмір театр, бірақ қашанда режиссердің әлдегім бар. Бірақ осы отырған барлығын бірлесіп, тарих алдында, ар алдында, заң алдында жауап беретінімізді сезінуіміз керек. Аспанда Құдай, жерде Ақиқ бар, ұмытпайтын екен Бауыржан Момышұлы. Мен бүгінгі талқылауды тоқтатып, күн тәртібіндегі жоба шешімін дауысқа қоюға шақырамын. Қолдауларыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, жарты сөзді осымен тоқтату жөнінде ұсыныс түсті. Жарты сөз тоқтатылсын деген депутаттардың дауыс беруі. Жарты сөзіне ғана Башқұрт Исмаиловның назарына әңгімелескім келеді. Башқұрт Исмаилова, бізде мына кәсіпкерлікті дамытуға байланысты әрине фишка ретінде жұмыс өте қарқынды және үш жылдық қабылдаған елдің бәрінде енді бірінші орында былтыр алдық, ал енді оны ұстап қалу әрине оңайға түспейді. Біз енді депутат ретінде, жаңашыл ретінде, мемлекеттік саясатты жүйелі білеміз. Енді кәсіпкерлікті әрі дамытудың ішкі бар бизнесті елімізде барлық мүмкіншілікті айтып жүреміз. Өкінішке орай маған қазір жастар мынандай шешім жасады. Кешегі жетіде мына кәсіпкерлік палатасында қайтарымсыз грантқа байланысты жұмыстар қаралған екен, келген жобалар. 273 ұсыныс келген екен. Соның тек қана 40 жобаны ғана қолдай алған екен кәсіпкерлік палата. Мен енді дамып содан кейін сұрақтым. Шын мәнісінде былтыр 200 миллион ақша берілген екен осы мақсатта. Биыл 10 миллион ақша берілген. Бұлай қарасақ, жылдың ортасы аяқталды, полугодие аяқталды. Біз енді осы жұмысты қарқынды әлі қарай жалғастыру керек шығар. 21 миллион жастарға арнайы берілгенде республика бюджеттен. Ал сол 21 миллионда 200 жас болашақ кәсіпкерлер өз жобасын ұсынған. Қанағаттандырылғаны тек қана частично, 44 қана. Сондықтан меніңше біз енді нағашыл халықпыз, алған былтырғы бірінші орнымызды бергіміз келмейді, бермеуіміз керек. Сондықтан мүмкіншілікті тауып, осы кәсіпкерліктерді дамытуды қолдауға, қайтарымсыз гранттар, басқа осының бәрін қалған уақытта қарқын жалғастыру керек шығар. Тем более алдымызда ноябрь, декабрь это практически өтті. Дайыр Басыловна, сіздің ұсынысыңыз өте орынды. Бұл бағытта тиісті жұмыстар жасаймыз. Жаңа мен өзім баяндағанымда айтып өттім, президент бізді қабылдаған кезде әкімдердің жұмысын жаңа жұмыс орындарын ашуымен бағалаймыз деп. Жаңа жұмыс орындары деген бізде не? Жаңа жұмыс орындары бізде оған кәсіпкерлікте келеді. Былтыр біз жаңа сіз өзіңіз айтыласыз, әкіміміз алтын сапа алды. Бизнесті жаңағы Қызылорда облысы бойынша жаңа жүргізудің ең тиімді ортасы болды. Әңгімеде жаңа Ғалымбекте айтып отыр, мен бірден келесі күні Ғалымбектерді біздің рейс, предприниматель соларды қабылдадым. Енді біз мына жұмыстың мәніне де бір жолына да бір мән беруіміз керек. Неге? Қазір республикадан осы мына кәсіпкерлікті қолдау мақсатында жаңағы мынау техникалық және жаңағы кәсіпкерлікті дамыту бойынша да көп қаржылар бөлініп жатыр. Былтыр 32 миллиард теңге жаңа республиканский региональный программалармен қаржы бөлінді. Биыл біздің жаңа 3 жылдық программамызда 34 миллиард теңгеге дейін қаржы қаралып отыр. Енді біз қарайтын болсақ статистикамызда 4,8% әлі жұмыссыз, экономически активный населениенің 4,8%, бүгінгі күнге 17 мыңға жуық халқымыз жұмыссыз болып тұр. Енді біздің беріп жатқан ақшаларымыз қайда? Бізде қазір кәсіптік техникалық училищелеріміз бар. Мына кәсіпкерлікті дамытады, рейс, палата, предприниматель бар. Біз енді сіздер бар, депутат бар, біздер бар, аудан әкімдері бар. Біз сол берген қаржының экономический, социальный эффектісін қарауымыз керек. Қаржыны бердік па, жұмыссыздықтың саны азаю керек. Қазір біз жұмыссыздықтың саны қалай болып жатыр? Мекеме ашыларда, болмаса жаңағы кредит береміз бе, біз оған талап қойып отырмыз. Мына кредит алатын болса, міндетті түрде центр занятости тұрған 5 адам жұмысқа алды. Ол центр занятости жұмыс қалай тұр, адамдар дәл сондай болып тұр. Біз енді соған сіздер болып, біздер болып қарауымыз керек. Егер қаржыны мемлекеттің тарапынан бердік па, оның экономический эффектісі болу керек.
Ол кәсіпкер болып ашылу керек. Кәсіпкер болғаннан кейін оған тиісті салығы түсу керек. Кәсіпкердің саны көбейсе, бір кәсіпкердің басына жылдың нагрузкасы ол азаймау керек, ол көбею керек пропорционально. Біз енді осы бағытта тиісті жұмыстар жасауымыз керек. Бұны қазір біз оның анализін жасаймыз. Қанша қаржы беріп, аудандарға қанша қаржы бөлінді, қалаға қанша қаржы бөлінді, областной бюджеттен қанша қаржы бөлінді, соның экономический эффектісін міндетті түрде талдаймыз. Егер одан экономический эффект болмаса, жаңа жұмыс орындары ашылмаса, кәсіпкерлер одан жаңа кәсіпкерлер шықпайтын болса, онда қаржы басқа жаққа жұмсауымыз керек шығар. Біз неге ол дамыған кәсіпкерді одан сайын дамыта береміз? Онда дамыған кәсіпкер дамытатын болса, онда жұмыссыздықтардың саны азаю керек. Сол жұмыссыздықтардың санын алсын, біз соған енді үлкен мән беруіміз керек. 4-8 болып тұрмызда біз ертең көтеріліп кетеміз бұндай болатын болса. Енді бізде жаңағы оқу орындарымыз бар. Ертең оғанда біз тиісті анализдерін жасаймыз. Оқу орындарында жаңағы сварочный аппараты бар, поварда оқытатыны бар, шаштаразда оқытатыны бар, мемлекеттен бюджеттен ақша төлеп отырмыз. Шыққан мамандарын ол кәсіпкер қылып шығарсын, міндетті түрде тіркелсін. Егер кәсіпкер болып тіркелетін болса, ол жұмыссыздықтың саны азаяды. Егер оны білімі жоқ болғанда білім беріп, білімсіз жұмыссызды, білімді жұмыссыздық шығаратын болса, одан не пайда? Онда оқу орындарында сол бағытта жұмыс жасау керек. Осыған мән беруіміз керек. Орнымыз, қаламыз өте орынды жұмыс жасаймыз. Құрметті депутаттар, жарыссөз тоқтатылсын деген депутаттардың дауысын беруін сұраймын. Қарсы, қалыс, жоқ. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім жобасы сіздерде бар. Егер өзге ұсыныстарыңыз болмаса, онда осы шешім жобасы дауысқа қоямын. Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс, жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 2018 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы мәселе жөнінде 4 баяндамашы белгіленген. Баяндама жасау үшін алғашқы сөз кезегі Қызылорда облысының қаржы басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы Талғат Өмірзақұлы Жақсыбаевқа беріледі. Төраға рұқсат болса, бірлескен отырыста біз Талғат Өмірзақұлы Жақсыбаевтың, Сәуле Ибрагимқызы Құлымбетованың және Нұрғали Рахымжанов Қалтабайдың баяндамасын тыңдап талқыладық. Мен ойлаймын, тек осы Айқап Құсайынның баяндамасын тыңдасақ, қалған бәрі бізге таныс. Дұрыс. Есін қолдауларыңызды сұраймын. Жақсы. Құрметті Қуанышбек Тасмайұлы, құрметті депутаттар және сессия қатысушылары. 2018 жылғы есеп бойынша облыстық бюджет кірістері 101%-ға, шығыстар 99,8%-ға орындалып, жоспардан тыс 282 миллион 500 мың теңге артып түссе, 396 миллион 900 мың теңгеге игерілмеген. Жалпы облыстық бюджеттің көлемі 225 миллиард 611 миллион 800 мың теңге болып нақтыланған. Осындай бюджет кірістерінің артық орындалуымен қатар, облыстық бюджетке түсу межеленген 26 түрлі салықтық және салықтық емес төлемдердің 4 түрінен 180 миллион теңгеге түсу қамтамасыз етілмеген. 2017 жылмен салыстырғанда бұл жылы 4 түрінен 547 миллион теңге түспеген. Атап айтқанда, жеке табыс салығының түрінен 92 миллион теңге, өзге де салықтық емес түсімдердің бір түрінен 87 миллион теңге. Жалпы кірістер болжамы қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақыдан 319 миллион теңге артық түсуінен орындалды. Республикалық бюджеттен 177 миллиард 480 миллион 200 мың теңге трансферттер алынды 100%. Оның ішінде субвенция көлемі 137 миллиард 143 миллион теңге. Ағымдағы нысаналы трансферттер 14 миллиард 225 миллион теңге. Нысаналы даму трансферттер 26 миллиард 111 миллион теңге. Облыстың бюджеттің шығыстары 99,8% орындалып, 396
миллион 900 мың теңгеге игерілмесе, оның 1 миллион 300 мың теңгесі республикалық бюджеттен жоспарланған трансферттер және 395 миллион 600 миллион теңгесі облыстық бюджеттің өз қаржылары. Жоспарланған субвенция, сондай-ақ нысаналы ағымдағы трансферттер төмен тұрған бюджеттердің жалпы сомасы 71 миллиард 502 миллион теңге уақытылы және толық көлемде аудандар және қызылорда қаласы бюджеттеріне аударылды. Аталған бюджеттің көлемімен атқарылған жұмыстар аз болған жоқ. Облыс әкімдігімен атқарылған жұмыстарға сәйкес барлық басталған және жоспарланған жұмыстар орындалды деуге болады. Бюджет қаржысы есебінен көптеген әлеуметтік экономикалық проблемалар шешілді. Қаржының көпшілігі білім беру, денсаулық сақтау, ауыз сумен қамтамасыз ету, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, транспорт, инфрақұрылым, тұрғын үй құрылысы нысандарын дамытуға бағытталды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 31-ші, 48-ші және 105-ші баптарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік бағдарламалардың жоспарлануына, негізделуі мен асырылуына, сондай-ақ тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеуіне жауап береді. Қызылорда облыстық мәслихатының экономика, қаржы және жергілікті басқару мәселелері жөніндегі және басқа да тұрақты комиссия мүшелерінің қатысуымен облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің есептері тыңдалып талқыланды. Қаражаттың игерілуі келесі көрсеткіштермен айқындалады. Жоғарыда айтылған 396 миллион 900 мың теңге облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің әртүрлі себептермен игерілмеген. Бюджет қаржысы игерілмеген қатарында ауыл шаруашылығы басқармасы 325 миллион теңге, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы 28 миллион, білім 8 миллион теңге, полиция департаменті 11 миллион 300 мың теңге, ішкі саясат басқармасы 9 миллион 700 мың теңге, денсаулық сақтау 5 миллион 200, мәдениет 3 миллион 800, жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 1 миллион 100, қалған 5 миллион теңгені 8 басқарма игермеген. Қызылорда облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы 2015 жылы 10 желтоқсанда Қызылорда облыстық мәслихатының номер 323 шешімімен бекітілген. Бүгінгі күн талабы тек бөлінген қаржыны толық игеру ғана емес, оны тиімді пайдалану, тікелей нәтижеге қол жеткізу болып табылады. Осы ретте комиссияда аумақтар дамыту бағдарламасындағы нысаналы индикаторларға қол жеткізе алмау себептері жөнінде облыстық басқарма басшыларының есебін тыңдадық. Барлығы жергілікті атқарушы орындарында 80 нысаналы индикатор айқындалған. 2018 жылы жоспарлы мәндеріне айтарлықтай қол жеткізілмеген нысаналы индикаторлардың саны 13. Нақтырақ айтқанда, индустриялық инновациялық даму басқармасы 2, индикаторға қол жеткізбеген кәсіпкерлік және туризм басқармасы 2, ауыл шаруашылығы басқармасы 1, денсаулық сақтау басқармасы 2, полиция департаменті 1, мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 4, білім басқармасы 1 индикаторға қол жеткізбеген. Аумақтар дамыту бағдарламасында нысаналы индикаторларға қол жеткізу бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметі тиімділігін жалпы бағасы 50%-ның ішінен 47,5%-дан құрады. Орташа тиімділік деңгейі 2017 жылмен салыстырғанда берілген баға 0,8%-ға жоғары. Яғни жағымды деңгейде 2017 жылы 46,7% болған. Бюджет қаржысы игерілу нәтижелік және тиімділік принциптерінен толық сақтамау салдарынан облыстық басқармаларда дебиторлық берешектер 608 миллион 200 мың теңге. Оның ішінде 2018 жылдың берешегі 14 миллион 200 мың теңге. Кредиторлық берешектер 6 миллион 100 теңгені, оның ішінде 2018 жылдың берешегі 5 миллион теңге құраған. Дебиторлық берешек 12 облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің 23 бюджеттік бағдарламалар бойынша қалыптасып, 2017 жылмен салыстырғанда 2 миллион 600 мың теңгеге ұлғайған.
2018 жылдың дебиторлық берешегінің 594 миллион теңгесі немесе 97,6%, 2016 жылы қалыптасқан, 2017 мен 2018 жылдар бойы өтелмеген дебиторлық берешектер құраған. Осы қарыздар негізінен 608 миллион теңгенің 591 миллион теңгесі құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасы бойынша жеті инвестициялық жобалар бойынша өткен жылдарда қалыптасқан. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бұл басқармада кредиторлық берешек 1 миллион 200 миллион теңге 3 объект бойынша қалыптасқан. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2019 жылдың 1 қаңтарына 2015 жылы 2 объект бойынша 2 миллион 663 мың теңгеге дебиторлық берешек әлі күнге өтелмесе, 2018 жылы 182 мың теңгеге дебиторлық берешек қалыптасуда. Коммуналдық қызметтерде алдын ала ақы төлеуге қолданыстағы заңдарға сәйкес рұқсат етілмейді. Бұл талаптар сақталмай 2019 жылдың 1 қаңтарына барлығы 2 миллион 472 мың теңгенің дебиторлық берешектерін құралуына жол берілген. Атап айтқанда, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасынан 2 миллион 407 мың теңге, облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасынан 322 мың теңге, облыстық жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасына 27,9 мың теңге, облыстық жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасынан 12 мың теңге, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы 208 мың теңге. Осы жерде айта кететін жайт, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы 2017 жылдың қорытындысы бойынша да дебиторлық қарыз болған 1 миллион 409 мың теңге жіберген. Енді қорыта келе, қалыптасқан бүгінгі күн талабы нәтижеге бағдарланған бюджет болғандықтан, бағдарлама әкімшілеріне бюджеттік бағдарламалар мен ағымдағы тапсырмаларды тиянақты қамтамасыз етіп, халықтың әл-ауқатын арттыру, аумақтық инфрақұрылымның дамуын ел игілігіне қызмет етуге барынша күш салуды сұрап едік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, егер ұсыныстарыңыз болмаса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша хабарлама жасайтын сөз Қызылорда облысы әкімі аппаратының басшысының міндетін атқарушы Ерсұлтанов Әділбек Бөрібайұлына беріледі. Құрметті депутаттар, бұл мәселе сессия алдында өткен депутаттық фракция және тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында егжей-тегжейлі қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Хабарлама жасаудың қажеттілігі бар ма? Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 15 ақпандағы нөмір 89 шешіміне толықтырулар енгізу туралы мәселесі де сессия алдында өткен депутаттық фракция және тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында Қызылорда облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Ордабай Нұрғали Рахымшақұлының хабарламасын тыңдап талқыланған болатын. Хабарлама жасаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ. Олай болса, шешім жобалары сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім ұсынылған жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі Қызылорда облысында ортақ су пайдаланудың қағидаларын бекіту туралы мәселесі бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Айдар Сейсенбекұлы Абдуалиевқа беріледі. Құрметті төраға, бұл мәселеде бірлескен отырысында толыққанды талқыланды, сондықтан ұсынамыз.
Олай болса шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс, жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі Қызылорда облыстық мәслихатының кәсіпкерлікті дамыту, жастар ісі және құқықтық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның есебі туралы мәселе бойынша хабарлама мәтіні депутаттарға алдын ала таратылған және тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында талқыланды. Құрметті әріптестер, аталған мәселе бойынша тиісті шешім жобасы сіздерде бар. Бұл жөнінде қандай да бір ұсыныс пікірлер бола ма? Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс, жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті сессиясының төрағасын сайлау туралы тұрақты комиссиялар мен Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының бірлескен отырысында депутаттардың ортақ пікірлеріне сәйкес облыстық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағалығына нөмірі 15-ші ғарышкер сайлау округіне сайланған депутат Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлының кандидатурасы ұсынылды. Егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Депутат Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлы кезекті сессия төрағасы болып сайлансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс, жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер қаралып болды. Облыстық мәслихат регламентіне сәйкес қысқа мәлімдеме немесе хабарлама жасайтын деушілер болса, сессия төрағасының рұқсатымен кезектесіп мінберде немесе отырған орнына айтуға болады. Жоқ. Құрметті депутаттар, осымен облыстық мәслихаттың кезекті 34-ші сессиясын жабық деп жариялаймын. Барлығын фракция мүшелеріне залға қабылдануын сұраймыз, фракцияның жұмысын бастаймыз. Телефон хабарласады. жаңағыны жоқ. қойайық. Қалайсың? Сендер ұстатпайтын ба? Не готов? Нажимаем здесь, завтра. Жақын
Құрметті Нұр Отан партиясының депутаттық фракциялар мүшелері, бұған дейін біз облыстық мәслихатта тұрақты комиссиялар мен Нұр Отан партиясының фракцияларының отырысында сессиядағы материалдарды қарадық. Енді қазір Нұр Отан партиясының алдында үлкен жаңа міндеттер қойылып жатыр. Оның ішінде әсіресе осы депутаттық фракция мүшелерінің алдында үлкен жұмыстар бар. Осыған орай бүгінгі күн тәртібіне біз облыстық Нұр Отан партиясының филиалының төрағасының бірінші орынбасарының ұсынысына сәйкес бір мәселе енгізіп отырмыз. Осы барлық деңгейдегі мәслихаттарда Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының және оның мүшелерінің қызметін бағалау ережелері туралы және де алдағы ел президенті біздің тұңғыш президентіміз партия төрағасының бірінші орынбасары Сайланған Бауыржан Байбектің айтқан үлкен міндеттері бар. Осы жөнінде мәселелер талқылап алсақ деген ұсыныс бар. Сондықтан осы айтылған мәселеге қарай Нұр Отан партиясы Қызылорда облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Әлназарова Мұрат Шәріпбайұлына сөздің кезегін берейік. Бірақ мәселе сосын ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар. Бұл Нұр Отан партиясы алдағы жұмыс жоспарында ескерілетін болады. Рахмет. Құрметті депутат фракция мүшелері, құрметті төраға, өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы биылғы сайлау